Сәлем достар, сіздермен бірге Таймелия. Мен бүгін сіздермен бір кино жайлы бөлісетін боламын. Ол өте қорқынышты кинолардың бірі. И в плане мистический емес, ол более маниакальный сондай кинолардың бірі. Тоже реалистичный историядан алынған. 1988 жылы Японияда болған якудза бандасының жасаған қылмыстарының бірі. Өте қорқынышты қылмыстарының бірі. Так, краткие содержание кино. Киноның, в общем, қысқаша кинодан мағлұмат. Если менің айтып бергенімнен кейін сіздің көргіңіз келсе, ол ВК-да жоқ, тек Google-да бар, я. Ол киноның аты «Бетон» деп аталады, но ол 2004 жылы шыққан кино, өте ескі, и видеокамералар өте ескі. Білесіздер, японский киноларды көру кішкене қиындау. Так, көрем десеңіздер, «Бетон» деп жазып көре аласыздар. Так, краткий историясын айтып берейін. Ол жерде якудза бандасындағы бір баланың өмірін түсіре бастайды. Бірінші басталған кезде, в общем, якудза бандасына әлі бармаған баланың өмірі жайлы түсіріледі. Жұмыс істейтіндігі жайлы, жұмыстан шаршап келетіні и наркотик қабылдап, өзінің анасын ұрып, солай соғып, күнде ұрып, ұрыс шығарып, сондай психический расстройствосы бар сияқты бала болады. Өте нашар бала болады, бірақ оның үйленейін деп жүрген қызы болады. Ол қызға үйлену үшін ол жұмыс істеп, ақша тауып жүрген болады, бірақ ол өте мінезі өте нашар, жесткий, өте қиын адам болады. Оны қызы бірақ өте қатты жақсы көреді. Сосын ол күндердің бір күнінде солай жүріп, оған якудзадан не келеді? Бізге қосыл деген сияқты предложение келеді, және де оған өзі сияқты өзінен жасты балаларды қосып береді. Мектеп оқитын балалар, олар негізі жұмыс істесе де мектеп оқитын балалар барлығы, и олар якудзаға кіреді. Одан кейін барып, ол якудзада жүрген кезде бір қызға ғашық болады. Ол қыздың аты Цунуко Фуруто болады. Настоящий историядағы аты Цунуко Фуруто деген қыз. И ол қызды ұнатып қалады да, ол қызға предложение айтады. Менімен бірге жүр, мен сенің жігітің болам деген сияқты. Ал ол қыздың планында ондай жігітпен жүру, немесе жақсы көру жігітті деген планында болмайды, потому что ол қыз жұмыс істейді кешке қарай, ал күндіз сабаққа барып жақсы оқитын өте озат оқушылардың бірі болады. Сол себепті ол қыз сразу отказ береді. И оның отказ бергені якудзаның бандаларына мүлдем тән емес, және де мүлдем ұнамайды. Солай отказ бергені үшін өзін униженный сезініп, ол қыздан кек алам деп шешеді. Кек алам деп шешіп, қасына балдарды ертіп алып, Цунуко велосипедпен түнде жұмысынан қайтып келе жатқан кезде оны ұстап алады. Ұстап алады да, оған тиісе бастайды, барлығы жан-жақтан тиісіп, одан кейін оны машиналарына салып алып кетеді. Цунуко барғысы келмесе де бәрібір алып кетеді. Сосын барып оны бір үйге алып барады. Сол якудзадағы бір баланың үйіне алып барады. Ол үйде ол қызды барлығы кезектесіп зорлайды. По очереди зорлайды. Ол кинода көрсетілген, және де өте адам көргісі келетін, психикаңа прям әсер етеді негізі. Көп адам ондайға шыдай алмайтын шығар.
және ол кинода соның бәрі көрсетілген. Сосын барып бәрі қалағандарын жасап болған соң ол қызды ары қарай үйлерінде ұстай береді, тоже солай кезектесіп зорлай береді. 44 күнге дейін солай зорлайды негізі. Күнде зорлап жүреді кезектесіп. Сосын барып оларға зорлай беру уже қызық емес болып қалады, мүлдем қызық емес болып қалады. Уже олар ол қызбен ойнай бастайды. Қалай ойнай бастайды? Тепкісі келсе тебеді, темекі шексе темекінің шоғымен күйдіреді, сүйгісі келсе үстіне сиеді деген сияқты. И потом Дзунуко главное оларға ответка қайтармау керек, а если ответ қайтарып сопротивляться ететін болса, ұрып тастайды. И ұрып тастады солай Дзунуко. Әрине адам болған соң үндемей жата бермейді ғой, полностью сопротивление жасайды. Басында сопротивление жасаған кезде оны барлығы жабылып, ұрып төгіп тастайды, барлық жерін көгертіп. Одан кейін Дзунуко мүлдем сопротивление жасамайды да, үндемей жата береді. Сосын барып алдамақшы болады. Мен осылай мамаларыма звондаймын, хабарласып сөйлесейін деп, оған рұқсат бермейді. И бір күні мамалар өздері іздеп жатқан кезде соткасынан звондаған көріп, ол балдар қызды сыртқа шығарып айтады: сен қазір айтасың мамаңа, сенде бәрі жақсы, и сен қазір достарыңмен бірге басқа қалаға саяхатқа кеттің, и жақында ораласың, сенде бәрі жақсы екен айтасың, егер олай айтпасаң сені өлтіріп тастаймыз дейді. Одан кейін Дзунуко қаншалықты мамаларына айтқысы келсе де, және сол қалада екен, басқа қалаға кетпегендігін айтайын десе де айта алмайды. Қасында бәрі қарап отырады. Сосын барып Дзунуко амалын жоқтығынан дәл солардың айтқан сөздерін қайталап айтады, дірілдеп. Мамасы ештемеде күдіктенбейді. Бірақ қалай күдіктенбеуге болады, мен білмеймін ше. Өзің қызыңды білесің ғой. Мен мамаларын түсіне алмадым так. Солай ары қарай Дзунуко кіреді үйге. Одан кейін ол қашып кетуге әрекеттер жасайды. Қашып кетейін деп бір баланы өзіне қаратып алмақшы болады. Олардың ішіндегі біреуін өзіне ғашық қылып. Бірақ олай болмайды. Туалеттің терезесіне қашып кетпекші болады. Сүюге барып, кіші дәретке барып, сүюге барады ғой енді. Короче, солай қашып кетпекші болады, бірақ не получилось у нее. Вообще қолынан келмейді қашып кету, потому что оны ұстап алады. Ұстап алған соң, естественно, оны қатты ұрып тастайды, бетін бәрін көтертіп, сау тамтығын қалдырмай көгертіп тастайды. Оның беті көгеріп, уже әдемі емес болып қалады да Дзунуко, потому что ұрып тастады ғой. Оның түрі әдемі болмағандықтан енді оларды онымен жыныстық қатынас қызықтырмайды олар. Ол қызбен енді тек ол қыз игрушка и просто ұра беретін игрушаға айналды. Күнде келіп бірдеме жынданса болды, полностью қызды ұрады. И бір күні ұра беруде уже оларға қызға емес болып қалды да. И одан кейін барып олар қызды темірмен ұра бастады, битамен ұра бастады, бейсбольный битамен ұра бастады. И одан кейін оны басқаша зорлай бастады. Ағаштармен, темірлермен үлкен. И Дзунуко соның кесірінен уже туалетке де бара алмай қалды. Кіші дәретке барғысы келсе де, ол уже оның организмі полностью сондай қатыгездіктерді көтере алмай, уже организмі нашарлады, және де уже полностью организмінің быт-шыты шығып, солай кіші дәретке баратын жолдары мүлдем істен шығады. Уже сразу переходпен кететін болады. Сразу кіші дәретке шығып қоятын болады жатқан жерінде, и мүлдем тұра алмайды, потому что оның аяқтарын бәрін ұрып сындырып тастаған.
темірмен ұрмай тұрып ол ползать етіп баратын еді, жерде бүйтіп жорғалап барып жүрген туалетке. Енді анандай зорлықтан кейін енді даже жорғалап та бара алмайды, және денесін де қозғалта алмайды. Және оған су да бермейді, тамақ да бермейді. Сосын Зунука бір күні олардан су берулерін өтінеді. Су беріңдерші деген кезде олар оған қатты издеваться етіп күліп, су ішкің келе ма деген сияқты күліп бәрі. Мынаны іш деп үстіне сеп тастайды Зунуканың. Ішпей қойған солай, бәрі издеваться етіп, өте жесткий кино. Небәрі 17 жастағы қызды сонша қинап, денсаулығының бәрін быт-шытын шығарып тастайды. Одан кейін ол қызға уже қарау да қызық емес болып қалады. И ол қыз уже вообще сөйлей де алмай қалған соң, уже вообще қимылдай да алмай қалған соң, ол қыздан бәрі жиіркене бастайды. Уже кіші дәрет, үлкен дәрет ештеме істей алмайды. Уже олар ол қыздың артынан тазалағысы келмейді, дұрыс па? И потом ол қызды тірідей мынандай бочкаға қызды мінгізіп, ішіне салып, полностью бетондап лақтырып жібереді. Ешкім таба алмайтындай қылып істейміз деп солай лақтырып жібереді бәрі. И оның бәрін сол үйдің егесі негізі біледі, қыздың зорланып жатқанын, жай көрмеген сияқты кейіп танытады, потому что ол кезде Японияда, Якутиядан өте қатты қорыққан, әлі де қорқады. Прям бұрынғыдай қатты болмаса да, но қорқады. Біраз уақыттар өткен соң, оны бетоннан шаш шығып тұрған соң адам полицейскийлар тауып алады, және де расследование болады. Расследование кезінде олар ұсталынады, және кинода жылайды, но өмірде историясында жыламаған, олар өте қаныпезер, аяусыз адамдар болған. Кинода да, өмірде де олар ұзақ уақытқа сотталмаған, тез шығып кеткен. Сотталған күннің өзінде де 1 жыл, 2 жыл максимум тез шығып кеткен. Солай. Сіздерге история ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Менде бұндай историялар және де краткий предсказ, кішігірім описаниялар көп айтатын боламын. Если көретін болсаңыздар, жаңа видеоның басында айттым, киноның аты «Бетон». Настоящий историясын тыңдағыларыңыз келсе, тура осы история, но тек геройларының жылағаны кішкене олар просто издеваться етті деп көрсеткені болмаса, а так-та настоящий историяға өте қатты ұқсайды, және де оны көп адамға көруге кеңес бермеймін, потому что ол психикаға әсер етеді. Ол кинодан кейін сенде өте нашар чувство болады, и көп адамдардан қорқатын боласың. Так что, если психикаңыз позволить етсе, көріңіздер. Пока-пока.